sizlerмен құрметті оқушылар отырыңдар. Иә балалар, байқап отырсыздар, яғни ашық қазақ. Бәріміз бүгін өзіміздің білімімізді, тәрбиемізді көрсетеміз деген ойдамыз. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша, иә. Жақсы. Олай болса сабағымызды бастайық. Қане, сабақта бүгін кім кезекші сыныпта? Кезекші, кім жоқ сабақта? Елбек, иә, денсаулығына байланысты. Қалғанымыз түгел. Жақсы. Әдеттегідей үй тапсырмасынан бастайық. Үйге қандай тапсырма береді? Кім айтып жібереді? Қараби. 4-ші және 5-ші жаттығулар. Жақсы. Тұра ғой. Олай болса, мен айтамын деген оқушылардан сұрайық. Қане, тез-тез. Ал берейік. Şimdi бірінші. Қайратты орындадым. Оның тапсырмасы қосымша материалдардан, ғаламторда табу керек кімдерді? Қазақтың ақын қыздары. Ал, тыңдайық. Мен айтыскер ақын. Айта ғой. Тастанбек қызы айтыскер ақын. Туған жері Алматы облысының Қапал ауданы. Руы Найман. Өзінің қысқа ғұмырында тауқыметтің талайын көріп, әлеуметтік теңсіздіктің тәлкегіне ұшыраған Сараның шығармашылық жолы тым ауыр да күрделі жол. Ол 3 жасынан бастап әкесінен айырылған. Оның біржан Сара, жүрек ашығын ашылған аға алдында жүрек сыры, жайлауда қош бол едім және тағы да басқа өлеңдері болды. Жақсы. Тағы да кім оқиды? Ал, қарайық. Мен 5-ші тұрмын. Тыңдайық. Жәнібек қызы қазақтың әйгілі ақыны. Және ол әнші, домбырашы. Ол домбыраны жақсы ойнайды. Және қазақтың ұлттық киімін киіп сахнаға шығады. Оған халық мырза деп ат қояды. Себебі домбыраны тамаша ойнайды. Жақсы. Тағы кім оқиды? Қараби. 8-ші жолдың архаизмде сәйгүлік. Яғни бізде мәтіннен архаизмге келіп жазу керек еді. Қане, мұқият тыңдайық, дұрыс жазу не екен? Сәйгүлік. Сәйгүлік. Архаизмге жатыр ма? Сәйгүлік жатыр. Ол енді қайта енгенге жатады, иә, жақсы. Қаптау, сапан, күмісі жамбы, үміткерлер, шомық, тымақтар. Өзіңіз парталастарыңызды тексерейік үй жұмысын, тез-тез, иә? Әртіп өзінің парталасын, үй жұмысын қалай орындап, қазір бағалайды. Тексерейік. Күн арайды оқытым, жақсы. Тағы кім бізде тағы? Ұлысын көрейін. Ал енді бас бармақпен бағалау керек, парталасыңызды үй жұмыстары бойынша. Бас бармақпен. Әркім өзінің жанындағы парталасын бағалайды. Кәне, бас бармақпен. Жарайсың, бәрі. Орташа орындапты кейбіреулер. Көрікісі. Дұрыс орындаған ба? Мына жақта бір орташа орындап. Жақсы. Бәрі орындалған ғой үй жұмыстары? Жарайсыздар. Ал енді бізде байқап отырсыздар, қонақ келіп отыр. Келе ғой, мынау менің бұл да 6-шы А сыныбында оқиды, Бауырхан деген бала.
отыра ғой. Бұл күйдің авторы кім? Қарайлым. Құрманғазы. Қазақтан шыққан күйші қыз Динаның ұстазы кім? Құрманғазы, иә. Олай болса, байқап отырған шығарсыз, бүгінгі тақырыбымыз қандай болмақ? Күй атасы Құрманғазы. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді латынмен жазылған кезде тақтада тұр. Егер кәдімгі кирилл алфавитімен жаза кетсеңдер, ең белсенді тақтада тұр. Күй атасы Құрманғазы. Оқулыққа назар аударайық. Күй атасы Құрманғазы. Тақырыпты көрдіңіздер ғой. Қане мәтінді тез көзбен оқып аламыз. 3 минут, 2 минут уақыт тез оқылым бірінші тапсырмамызге мәтінмен танысайық. Енді оқылым тапсырмасы бойынша қазір сұрақ. Құрманғазыны күй өнеріне баулыған ұстазы кім екен? Эленора. Күй өнеріне баулыған ұстазы Исатай. Дұрыс па? Ұзақ. Екінші, қай жылы Жәңгір ханға қарсы шаруалар көтерілісіне шығады? Қай жылы? Абай. 1830 жыл. Құрманғазы өмір сүрген кезең қандай кез еді? Мәтінмен жауап берейік. Құрманғазы өмір сүрген кезең қандай кез еді? Қандай кез еді? Жылға? Өте қиын еді. Өйткені ол түрмеге отырып қашып кетті. Екіншіде сұрап отырып, оны генерал өзінің осы Құрманғазы күйлерінен атауларынан нені аңғардыңдар? Нені аңғардыңдар? Оны бәрі кісен ашқан, түрмеден қашқан, тәбетсіздер деп тұр. Неге олай ат қойған оны? Қалай ойлайсыздар? Өйткені ол осы күйлердің атауынан өзінің өмірін арқау еткен ба күйлеріне? Өзінің басына кескен қиыншылықтарын. Жақсы, олай болса, осы тапсырманы домбыра тәсілі арқылы бағалап жіберейік. Қолдарыңызда алтын, үкілі домбыра және жай домбыра бағалау түрлері тұр. Жаңағы оқушылар, жауап берген оқушыларды бағалайықшы. Қаншалықты жауап берді? Қане, көтереміз бағаларыңызды. Үкілі домбыра көтеріп отыр көбісі, алтын домбыра. Иә, кейбірі толық жауап берді, кейбірі не қойды? Жартылай жауап берді. Бірақ бізде толық жауап берген оқушыларға не қоямыз? Алтын домбыра береміз. Солай емес. Бізде тапсырма жұптық жұмыс. Мынаны әр жұпқа берген таратып бере қой. Жұптық жұмыс бізде екінші жаттығуда қандай сөздер берілген оқушылар? Архаизмдер берілген, иә? Архаизмдер берілген, оны бізге не берді? Берілген көмірген сөздерді екі топқа бөліп кестірген. Мінекей, алқадияр, шұға, биқасап, олыс, ташын, осы архаизмдерді екі бағанға бөліп неғылымыз керек, жазуымыз керек. Енді осы жерде сұрақ, көнерген сөзді өттік біз. Көнерген сөздер дегеніміз не? Кім айтады? Көнерген сөздер, арайлым. Қолданыстан шығып қалып тарихи шығармаларда ғана кездесетін мағынасы көмескі сөздерді көнерген сөздер дейміз. Дұрыс па балалар? Осы көнерген сөздер неше түрге бөлінеді? Неше топқа? Кім айтады? Тағы. Кім айтады? Неше топқа бөлінетін еді? Жандос? Қанша топқа бірінші? Неше топқа бөлінеді көнерген сөздер? Екі. Қандай? Архаизмдер ме? Архаизмдер және тарихи сөздер. Тарихи сөздерді термин түрінде қайтып айтамыз. Историзмдер деп атаймыз. Жақсы. Архаизмдер дегеніміз не? Архаизмдер Жансұлу. Әр халықтың салт дәстүріне, тұрмыс тіршілігіне байланысты әр дәуірде өзгеріп, қолданыстан мүлдем шығып қалған сөздер архаизмдер деп аталады. Жақсы. Ал тарихи сөздер дегеніміз не, Абай? Кейбір сөздер өзі қолданыстан шығып қалып, немесе өзі ескіріп айтылатын сөздерді тарихи сөздер немесе историзм деп аталамыз. Мысалы, бай немесе болыс, қоғам тағы басқа. Жарайсың. Мінекей есімізге түсті ғой. Олай болса, мына тапсырманы жақсы орындаймыз деген үміттемін. 5 минут уақыт. 3 минут.
Bakıp kettiler. Қағазға жұптаса отырып, екі жұп ойласып орындарыңыздар. Оқып қағазға жазыңыздар. Ойласып жұптарыңыз керек. Kitapta var. Sol sözleri ikinci şart oldu. Қараңыздар, енді сіз бағалаған кезде қолдарыңыздағы музыкалық тіл бағалауымен бағалайсыздар. Егер толық дұрыс жазған жұптар, өздерін бағалайсыздар. Қазір мен дұрыс нұсқасын шығарамын. Сол кезде салыстырасыз, толық дұрыс жазған жұптар өздеріне жасыл түсті музыкалық кірікті 2-3 қатеден болса көк түсті, ал егер көп, одан қателеріңіз біраз болса, шатассыздар, онда не қоясыздар? Қызыл түсті музыкалық кірікпен аласыз, бағалайсыз өздеріңізді жұптар. Түсінікті ме? Қазір назарларына тоқтатыңыздар енді жұмысты. Міне, көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Тез-тез салыстыра қойыңыздар. Салыстырыңыздар, неше қатесі бар, неше дұрысы бар. Салыстырдыққа, онда әне бағалаймыздар, өз-өзіңізді жұптар. Әне бағалаңыздар, мен көрейінші, ғана көрейінші, қанша қолыңдарыңыздар. Бәрі дұрыста, тамаша. Сізде 2-3 қате бар, 2-3 қате бар. Жарайсыз, қолжымалық қойыңыздар. Сонда бізде шатасқан жүзіп жоқ болды. Солай ма, 2-3 қана қатеден бар ма? Оған жарайсыз. Енді келесі бізде топтық, мен қазір 5 санау арқылы бөліп дегендеріңіз, мына жерге келе қойыңыздаршы, бірде. Мына отырған бірде. 2 дегендеріңіз, ана жерге барыңыздар, қара бейдің жантасына дөңгелен тұрыңыздар, 2 дегендер, 3 дегендер, мынаған келіңіздер, 3 мынаған, 4 мына жерге. Алдарыңызға берілген отырсаңыз болады, жазушылар отырыңыздар, жазатын, ең оқушы жазады. Бірінші, мынау көк ұшыныздар, қазір өздеріңіз жазып жүрген, сіздер қара ұшыныздар, 2 оқушыға беріңіз. Сіздер қызыл, сіздер жасыл алыңыз, жасылмен жазасыздар. Қара, мен түсіндіріп жіберейінші, мен тыңдаңыз. Мына жерде бұлай 2 бөліп алсын, 2 оқушы топтағы, 2 жаза берсін, жарай ма? 2 оқушы, біреуі есін жазсын, өмірін, сіздерге бізден деп айтқанбыз, осы сөз қылғанда. Бар ма? Көмекші құралдарыңыз бар ма? Жазатын? Жазыңдар. Тез-тез 5 минут уақыт, тез-тез өмірбаян жазамыз. 2 оқушы жазады, 2 оқушы, ақан, 2 оқушы. 2 оқушыда орындаймыз. Сіздер айтып тұрыңыздар. Яғни сіздер мына 4 тұлғаның өмірбаяны Төле би, Абылай, Ұлбике мен Құрманғазы. Тез-тез жазамыз. 5 минут уақыт. Тез-тез тақтаға шығамыз. Иә, оқушыдан шығамыз.
Tez. Keyin alam o'tadi. Al, birinchi sizga kutmaydi. Sizga bo'lganda o'sha hisobiyatda siz yaxshi ziyon yo'q. Bu yerda 1 2 birinchi top sizlarmi? 1 deganda sizlar qo'ya, 2 kimdir? 2 deb bo'lingan deb kim edi? 2 sizlar ya, onda bir bastayım sizga kim berildi? Төлеби. Туған жері қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірі. Тұлғалық даралығы қазақтың қоғам қайраткері, шешен, ұлы жүздің бас биі Қазыбек Әйтеке бидің қолдауымен 300-ге төбе би болып сайланған. Артында бүтін билікке төле би жетсін деген сөз қалған тарихи тұлға. Өмір жолы бала күнінен жас төле әкесінен еріп жүріп ел көреді, жұрт таниды, қазақ халқының ақындық, шешендік өнерінен тәлім алады. 15 жасынан ел билігіне араласып, ақыл таратылығын, әділ шешендік өнерінен көзге түседі. Шығармашылығы төле би жас кезінде талай жасы үлкен ұрпақты, атақты абыт билердің алдынан өтіп батасын алады. Төле бидің даналығы шешендік өнерімен тапқыр сөздері, мақал-мәтел нақылдары ел арасында мол таралған. Төле би 1756 жылы қайтыс болған. Енді топтарды бағалаймыз. Бірінші топ 3 нота тәсіл арқылы шарықта, самға, талпын. Қалай жауап берді? Кәне? Ляма, солма, немесе дома. Қайсысы? Көтереміз бірінші топтың құрғаған есіне. Тез-тез. Нотаны аламыз, қолымыздағы. Көтерейік. Шарықта дейді. Шарықта жақсы. Түсіреміз. Екінші топ бізде шатасқан. Оған не дейміз енді? Талпын дейміз ба? Доны көтерейге. Көтеріңіздер. До. Талпын. Үшінші топ пен төртінші топқа қалай бағалайсыздар? Кішкене қысқалау, бірақ самға десек болатын шығар. Самға, иә? Кішкене шаштардық, иә балалар? Қазір біз атамыздың өмір баяны жайлы тағы да кішкене таныстыруға назар аударайық. Мынау кісен ашқан күйі Құрманғазы. Мынау Құрманғазы мінекей. Ол жаңа айтқанда бүгінге келген екен. 40 шәкірті болған деседі. Ол жастайынан халық әндері мен күйлерін тыңдап өскен екен. Оның әкесі Сабырбайдың да музыкаға талабы болған. Енді жаңа айттық кім дедік? Оның шәкірті Дина Ембейісова. Ұстазына арнап жігер күйін шығарған екен. Мынау бізде Құрманғазы атындағы оркестр. Мынау Ресей жеріндегі Астрахан облысы Павлодар ауданында Алтынжар ауылында кесенесі. Үлкен мавзолей орнатылған екен 96 жылы. Тұңғыш президентіміз Назарбаевтың тапсырмасымен мынау не мавзолей. Мынау Құрманғазы атамыздың несі мазары. Бұл портреті тұңғыш президентіміз Назарбаев кесене ашылғанда Астрахан облысының губернаторы Грузбекке табыс еткен екен. Енді сол кесенедегі Құрманғазы атамыздың мавзолейімен танысып өттік. Енді кейбір байланысқа көшейік оқушылар. Алдарыңыздағы стикерлерге жазамыз. Бүгінгі сабақ туралы өз ойларыңызды жаза беріңіздер. Қалай болды, не қиын болды, не қызық, не құнды болды бүгінгі сабақта. Сабақ туралы жазасыздар. Сөйтіп анау домбыра қабына ілесіздер, жарай ма? Алдарыңыздағы стикерлерге. Сабақта не қиын болды, не құнды, не қызық болды. Сіздер кері байланыс жазғанша мен Құрманғазының Қаратқа қалдырауын қиын қойып қояйын. Кішкене оқып берсін.
kısma көркем әдебиеттерден көнерген сөздерді теріп жазасыздар және оның қалай қолданатынын түсіндіресіздер. Солай, иә, спикерге кері байланыс жаздық па? Қане абай тыңдап жіберейік, кімге жазды екен? Бүгінгі сабақтан маған Мағжан сияқты қазақ халқының ақын жазушыларының өмір баянымен таныстырады. Тағы да кім оқығысы келеді? Бізбен кері байланысын сабақ жайлы. Санжар не деп жазды екен? Маған бұл сабақ ұнады. Әсіресе Құрманғазы апамызды жақсы біліп, ол туралы көп естідік. Мен бұл сабақты өте жақсы түсіндім. Әр таққа домбыра қабына салайық, бүгінгі сабақ жайлы кері байланыстарында. Солай. Соның үстіне еле бересіздер сіздерді. Бәріміз кім жазып қойды тақтаға. Ақырын топырламайық.